Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 3-ші тоқсанның алғашқы жиынтық бағалауы, яғни мәтінді есептерге қатысты есептерді толық шығарылуымен қарастыратын боламыз. Жалпы 4 есеп болады. Әр есептің шығарылу жолын үйреніп алу үшін видеоның соңына дейін мұқият қараңыз. Ал бастайық. Бірінші есеп алдымен берілгенін мұқият түсініп оқып аламыз. Сәуледе 15 тәтті кәмпиттер болды. Ол оның 5-тен 3 бөлігін жеп қойды. Сәуледе қанша кәмпит қалды? Енді бұл жерде бақылау болғандықтан уақыт шектеулі, сіздер сондықтан да қысқа шартын жазып отырмай, мәтіннің бірден шешуімен жауабын жазсаңыздар жеткілікті. Ал бұл жерде тақырыбын анықтайық. 15-тің 5-тен 3 бөлігін анықтап алу керек болса, онда біз берілген сан мен бөлшектің арасына қоятын таңбамыз әрине көбейту таңбасы болады. Яғни бұл жердегі тақырып санның бөлігін табу деген тақырып. Қысқартамыз. 5-тің орнында 1, 15-тің орнында 3 қалды. Ол алдында тұрған сан міндетті түрде алымына қарай көбейтіледі. 3 пен 3-тің көбейтіндісі нәтижеде 9 болады. Демек біз енді 15 кәмпиттен жеп қойған кәмпиттер санын анықтап алдық. Ал енді бізге қалған кәмпиттер санын табу үшін 15-тен дәл осы 9 кәмпитті азайтатын болсақ, 6 қалған кәмпиттің саны шығады. Бірінші есеп аяқталды. Екінші есеп. Автобус 80 км жол жүрді. Бұл оның барлық жолының 5-тен 4 бөлігіндей. Барлық жол қанша километр? Бұл жерде тақырыбын бірден анықтай алдыңыздар деп ойлаймын. 80 км барлық жолдың 5-тен 4 бөлігіндей ғана болса, бөлігі бойынша санды табу тақырыбы, сондықтан сан мен бөлшектің арасына бөлу таңбасын қоямыз. Орындауды еске түсірейік. Бірінші санды өзгеріссіз жазамыз, бөлу таңбасы көбейтуге ауысады және бөлшектің алым бөлімін ауыстырамыз. Енді 4-тен 5 болып жазылады. Ары қарай енді 80 мен 4-ті қысқарттық. 4-тің орнында 1 қалды, 80-нің орнында 20. 20 мен 5-тің көбейтіндісі бізге нәтижені береді. Жалпы жолдың ұзындығы 100 км екен. Үшінші есеп. Саматта 600 теңге ақша болды. Ол оның 4-тен 1 бөлігіне журналдар, ал 8-ден 3 бөлігіне кітаптар алды. Саматта қанша ақша қалды? Ал мен тақырыбын анықтайық. Бұл жерде жалпы 600 теңге ақшасы бар, оның бөліктерін табуымыз керек. Демек, санның бөлігін табу берілген бізге 600 деген сан мен бөлшектердің арасында қойылатын таңба, демек көбейту екен. Алдымен біз қанша журнал алғанын анықтайық. 600 бен 4 қысқарады. 600-дің орнында қалады 150. 150 мен 1-дің көбейтіндісі 150-ге тең, бұл бізде журналдар саны. Ары қарай енді 600, яғни барлық ақшасының 8-ден 3 бөлігін табатын болсақ, 600 бен 8 қысқарады. 8-дің орнында 1, ал 600-дің орнында 75 қалды. 75-ті 3-ке көбейтетін болсақ, нәтиже 225. Ал енді Саматтың қанша ақшасы қалған анықтау үшін жалпы 600-ден азайтамыз. 150 мен 225-тің қосындысын, яғни журнал мен кітаптарға кеткен ақшасын қосындысы. Енді бұл жерде жақшаның іші бірінші орындалады. 600-ден азайтамыз. 375-ті, сонымен жауап 225-ке тең. Бұл жерде өлшем бірлігі теңге. Төртінші есеп. Үйдің жөндеу жұмысына 3 бригада қатысты. Бірінші бригада жұмыстың жартысын жасады, ал екінші бригада 3-тен 1 бөлігін жасады. Үшінші бригада жұмыстың қандай бөлігін жасады? Шешуі. Жалпы олар үйді жөндеп бітті, демек толықтай біткен болса 1-ге тең болады. Енді одан азайтамыз. Бірінші бригада жасаған бөлікті, енді жартысы деген сөзіміз ол 2-ден 1 бөлік, бөлшек түріндегісі. Және екінші бригада жасаған бөлікті, ол 3-тен 1 бөлігін жасаған. Қалған бөлігін 3-ші бригада жасаған, қалған бөлігін тауып алайық. Бұл жерде енді біз натурал саннан бөлшекті азайтуымыз үшін ортақ бөлім таңдайық. Ортақ бөлім жалпы 2 мен 3 үшін 6. Толықтауыш көбейткіштері 2, 3 және мына жақта
6-ға тең. Енді алымдарын қарастырайық. 6 азайтылған 3 азайтылған 2. Сонымен 6-дан 3-ті азайттық 3, одан 2-ні азайттық 1. Демек, 3-ші бригада жалпы жұмыстың 6-дан 1 бөлігін жасаған. Осымен құрметті білім алушылар, барлығы 4 есептің толықтай шығарылуын қарастырдық.